Барлығына сәлем достар. Бүгінгі видеода мен сіздерге бір қорқынышты бір фильмді көрсетемін. Оның аты Джефф убийца. Джефф убийца ол заброшкаға келген адамдарды өлтіреді. Қалған Google'дан тауып аласыздар. Бәрі айқайды естіген бір адамнан басталады. Және де сол адам сол заброшканың ішіне кіреді. Және кіретін есікті іздеп жүреді. Бұл жерді зерттейді. Және есікті тауып сол үйдің ішіне кіреді. Кіріп келе жатқанда бүкіліне сәлемдесіп, және де жердегі қанды көреді. Оны макияж немесе басқа да зат деп ойлайды. Ішіне кіріп келе жатып бір баланы көреді. Оның Джефф убийца екенін қайдан білсін? Әлгі баланы ертеңіне еріп, оны тауып алады. Және де балақайсың деп проблема бар ма дейді. Сосын ол фокус-мокус түрлері есікті жауып кетеді. Сосын басына орамал таққан бір қара бала бетін ашады. Бұл жерден кетіңдер, олар сенің органдарында алып алады деп айтса да, операторлар кетпейді. Өйткені оның сөзін көтіне де қыстырмады. Сосын оның артына келіп қорқынышты өлімнің куәгері болады. Сосын оператордың артынан қуып, оны да ана өмірге жібереді. Осымен қорқынышты Джефф убийца фильміміз бітеді. Түнде сүйіп жатыңыздар.